буын және сүйек ауруларына адамдардың бәрі шалдығуы мүмкін. Дегенмен, бұлар көбіне әйелдерде кездесетін көрінеді. Артроз, артрит және остеопороз бір ауру емес екені атауынан белгілі. Мұны әсіресе басынан өткізгендер жақсы біледі, ал кейбіреулер мұны шатастырып алып отырады. Бұл аурулар созылмалы және дегенеративті дерттер қатарына жатады және өкінішке орай толықтай жазылып кету мүмкіндігі өте аз. Артрит пен артроздың және остеопороз үшеуіне ортақ бір жайт. Көбіне бұлармен әйелдер ауырады. Ендеше бұлардың айырмашылығы неде? Арасында ең кең тарағаны артроз. Артроз буын ауруларының арасында кең тарағандардың бірі болып саналады. Оның әсерінен сүйектің шеміршек ұлпаларының дегенерациясы орын алады. Жалғаушы ұлпа түріндегі сүйек жабындысы сүйектердің бір-біріне үйкелуінен сақтайды. Егер осы бір шеміршекті ұлпа өзінің сапасын жоғалтып, қызметін атқара алмаса, ауру орын алып, қабыну басталады. Артроз көбіне жамбас, тізе және тобық буындарын зақымдайды. Ал бұл буындардың барлығы да біздің салмағымызды көтеріп тұр. Ауру көбіне жақсы дамығаннан соң басталады. Сонымен қатар, артроз зақымданған буынды ешбір дәрі емдеп жаза алмайды. Дәрі-дәрмек күшімен қабынуды тежеуге ғана болады. Егер артроздан сақтануды ерте бастан ойға алған болсаңыз, тұрақты түрде жаттығу жасап, аталған буындарға салмақ түсірмеген жөн. Сол сияқты артық салмақтан да арылғаныңыз дұрыс. Дұрыс тамақтану да мұнда маңызды рөл атқарады. С дәруменін молынан қабылдағаныңыз жөн. Себебі ол коллаген синтезінде негізгі қызметін атқарады. Егер ендігі артрозға шалдыққан болсаңыз, сіздің тұтынатын тағамдарыңыз кальций, фосфор, магний, кремний мен күкірт сияқты минералдарға бай болуы тиіс. Артрит кәріліктің ауруы емес. Артрозбен салыстырғанда артриттің ағзаның қартаюымен ешқандай да байланысы жоқ. Оның бірнеше түрі бар. Ол балаларда, спортшылар мен белсенді дене қызметін атқаратын адамдарда да кездесу мүмкін. Сол сияқты оның пайда болуында түрлі себептер болады. Иммундық тұрғыда пайда болуы. Иммунды жүйе синовиалды мембранаға шабуыл жасайды. Ол буындарды жалғастыратын ұлпа. Жарақаттанудан соң пайда болған. Ауру жарақат алудан соң немесе адам бір іс-қимылды қайталай бергеннен кейін компьютер алдындағы жұмыста бұл ауруды асқындыру мүмкін, пайда болу мүмкін. Буында несеп қышқылы кристалдарының жиналуынан да пайда болу мүмкін. Артрит кезінде күшті және ұзаққа созылатын ауру сезіледі. Ал артрозда біршама тыныстық ауру басылады. Артриттің алдын алу үшін тұтынатын тағам ішінде кальций, омега-3 майы қышқылы міндетті түрде болуы керек. Жеңіл жаттығуды күнделікті әдет еткен жөн. Күн көзінде уақытылы жүрген абзал. Остеопороз әйелдер арасында көп кездеседі. Остеопороз сүйекті зақымдайтын созылмалы жүйелі ауру. Әдетте ол бірнеше жыл бойы білінбей дамуы мүмкін. Содан соң асқынған кезде бірден белгі береді. Аяқ астынан сүйек сынуы орын алуы мүмкін. Остеопороз сүйек ұлпасында болатын үрдістерге тікелей байланысты. Сүйек ұлпалары үнемі жаңарып, оның құрылымы қалыптасып отырады. Ал ескі ұлпаларды ағза сыртқа шығарады. Бірақ белгілі бір кездерде, мәселен, менопауза кезінде осы тепе-теңдіктің бұзылуы мүмкін. Сүйектің бұзылуы сүйектің қалыптасуына кедергі келтіріп, сүйек ұлпалары тығыздығынан айырыла бастайды. Содан барып, сүйектің сынуы мүмкіндігі артады. Остеопороз кезінде сүйек сынғыш келеді.
әсіресе омыртқа мен білезік, жамбас сүйектері. Бұл аурудан сақтану үшін кальций мен Д дәруменімен байытылған арнайы тағамдық қоспалардан тұратын диета ұстауыңыз қажет. Егер дәрігерге баратын болсаңыз, сүйектің құрылымын берік ете түсетін арнайы дәрі-дәрмектерді жазып береді. Достар, менің пайдалы